Сәлем достар, бірінші тарауды қайталауға арналған жаттығулар Б тобын қарастырайық. 155 өрнекті ықшамдаңдар. Ең бірінші біз не істейміз? Сандарды бір бөлек, әріптерді бір бөлек жинап есептеп аламыз. 46 қосылған 24 қосылған А қосылған А. 46-ға 24 қоссақ 70 қосылған 2А болады. Екіншісі, бізге 25-ке 4-ті көбейтіп алған жеңілірек. Оны 9-ға көбейтеміз, сосын Б-ға көбейтеміз. Сонда 100 көбейтілген 9Б. Ол бізде 900Б болады. Үшіншісі, 57 қосылған 43 қосылған Б қосылған Б. 100 қосылған 2Б. Төртіншісі, мына жерде ортақ көбейткіш А, оны жақшан сыртына шығарамыз. 96 қосылған 4 100А. Мына жерде М-дар ортақ көбейткіш болып тұр, оны жақшан сыртына шығарайық. 89 азайтылған 9 болады. Сонда 80М. Келесінде ортақ көбейткіш N, оны жақшан сыртына шығарайық. 72 қосылған 28 тең 100N. 156-шы есеп теңдеуді шешіңдер. Бұл жерде не істейміз? Әріптерді бір бөлек, сандарды бір бөлек жинастырып аламыз. 6М-ға М-ді қоссақ 7М. 21-ге 35-ті қоссақ 56. М тең 56-ны 7-ге бөлеміз 8. Екіншісі, 17Н-ға 14Н-ді қосамыз 31Н. 134-ге 145-ті қосамыз 279. N тең 279-ды 31-ге бөлеміз 9. Үшіншісі, 5N-ға 9N-ді қосамыз 14N. 232-ні азайтамыз 168. N тең 168-ді 14-ге бөлеміз 12. Төртіншісі, мына жерде жақша тұр, жақша 7-ге бөлінген және тең 12, яғни 7-ні теңдіктің екінші жағына апарам. X қосылған 57. Екінші жаққа барсам 7-ні көбейту болып барады. 12-ні 7-ге көбейтем 84. X тең 84-тен 57-ні азайтам 27. Бесіншісі, 161 азайтылған Y, 9-ды 16-ға көбейтем 144. Y тең 161-ден 144 азайтамыз 17. Мына жерде 112 бөлінген жақша тең 4 деп тұр. Олай болса, жақшаның ішіндегіні жаза тұрып 112-ні 4-ке бөлем. Сонда бізде шығады 28. X тең 28-ден 17-ні азайтамын 11. 157-ші есеп. А-ды кесіндісінен А-вы кесіндісі 5 см ұзын болса, А-сы кесіндісі 4 см қысқа. А-сы кесіндісінің ұзындығы С-вы кесіндісінің ұзындығынан 3 есе кем. А-вы кесіндісінің ұзындығы неше сантиметр? Біз бірінші берілген жазып алайық. Бізге айтады, А-вы кесіндісі А-ды кесіндісінен 5 см ұзын, яғни 5-ті қосамын А-дыға. Одан кейін А-сы кесіндісі керісінше А-дыдан 4 см қысқа дейді. А-дыдан 4 азайтам. Одан кейін А-сы кесіндісі С-вы кесіндісінің ұзындығынан 3 есе кем. Яғни С-выны 3-ке бөлсем А-сы шығады деген сөз. Енді осы жерде сұрап тұр, А-вы кесіндісінің ұзындығы неше дейді. Енді біз бұны теңдеу құрып шығарайық. Ең алдымен А-выны табу үшін не істесек болады? А-сы-ға С-выны қосып есептесек болады. Олай болса, осы жерде А-сыны X-қа теңестіріп алайық. А-сы X болса, С-вы нешеге тең болады? Бізде С-вы А-сыдан 3 есе үлкен, 3 есе ұзын. Олай болса, С-вы қазір А-сын X-қа тең десек,
3-ті теңдіктің екінші жағына апарамыз. Олай болса СВ тең 3х екен. Енді Асы x, СВ 3х. Енді бізге АВ-ны табу керек, е? АВ нешеге тең? Ол үшін біз бірінші АД-ны табуымыз керек. Мына жердегі АЦ-ны x-қа теңестіріп жазайық. X тең АД азайтылған 4. Осы жерде АД x қосылған 4-ке тең. Енді осы АД-ны бірінші тұрған өрнекке барып қойайық. АВ тең АД-ның орнына мен мынаны қоям. X қосылған 4, мына жерде қосылған 5 деп тұр. Сонда АВ-мыз бізде X қосылған 9-ға тең екен. Енді әрқайсысын апарып орнына қоям. Мына жерге. АВ-мыз бізде X қосылған 9 тең. Асының орнына X-ті қоям. Қосамын. СВ-ның орнына 3X-ті қоям. Сонда X қосылған 9 тең. Бізде 4X. Сонда мына 4X қасына X-ті апарам. 3X болады тең 9. X тең 3-ке. Біз X-ті тауып алдық. X бізде асы. Асы бізде 3 сантиметр екен. Бізге АВ неше сантиметр деді? АВ мына жерде тұр. Олай болса АВ тең X-тің орнына 3-ті қоям, қосылған 9. 12 сантиметр. Жауабы АВ кесіндісі 12 сантиметрге тең екен. 158. Кітаптың алғашқы беті 3 цифрмен нөмірленген. Оның 110-ші беті неше цифрмен нөмірленген? Біз жазайық. Бір цифрмен нөмірленген беттері неше екен? Бір цифрмен. Бізде 3-ші беттен басталып тұр деп тұр. 3-ші және 7-ші ең соңы 9-ші бет. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бұл бізде бір цифрмен жазылатын сандар. Яғни сонша бет. Бұл бізде 7 бет. 7 бет және ол бізде 7 цифр. Енді 2 цифрмен жазылатын неше бет бар екен? Ол бізде 10-ші беттен басталады. 10-нан 19-ға дейін бізде 10 бет бар. 20-дан 29-ға дейін бізде 10 бет бар. 30-дан 39-ға дейін бізде 10 бет бар. Солай кете беріп 90-нан 99-ға дейінгі бетті санайық. Бізде 10 бет бар. Ең соңғысы 99, ең біріншісі 10. 2 цифрдан тұратын сандар. Енді осы жерде бізде неше бет болды? 10, 20, 30, 40, сөйтіп 90-ға дейін бізде 90 бет бар екен. 90 бет деген сөз, ол бізде 2 цифрдан тұратын сандар. Олай болса 90-ды біз 2-ге көбейтсек, барлығы неше цифр екен тауып аламыз. Сонда 180 цифр екен. Енді біз 3 цифрдан тұратын сандарды табамыз. 99 бен аяқтадық. Сонда 3 цифрдан тұратын ең кіші сан ол 100. 100-ден 109-ға дейін бізде 10 бет бар. Бізге 110-ші бетке дейін деп тұр. Олай болса 110 бізде соңғысы болады. Ол бізде 1 бет. Барлығы 11 бет екен. 3 цифрдан тұратын. Енді қарайық. 11-ді біз 3-ке көбейтеміз. Себебі ол 3 цифрдан тұр. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3-ке көбейтеміз. Сонда бізде 33 цифр. Енді санайық. Бізге барлығы осы 110-ші бетке дейін барлығы неше цифрмен нөмірленген деп тұр. Олай болса біз қосамыз. 1 цифрмен 7 бет. Одан кейін 180 цифр. 2 цифрдан тұратын беттер. 3 цифрдан тұратын беттер 33. Барлығын қоссақ 220 цифрдан тұрады екен. Жауабы кітапта барлығы
220 цифрдан тұратын беттер бар екен. Жүз елу тоғызыншы есеп. Бақта бір-бірінен 6 метр қашықтықта 15 алма ағашы қатар орналасқан. Екі шеткі алма ағаштарының ара қашықтығы неше метр? 7-ші алма ағашы мен 12-ші алма ағашының арасы неше метр? Енді қарайық. Егер біз бақта екі алманың арасын қарастыратын болсақ, бізде ол жерде бір ара қашықтық болады. Бірінші алма мен екінші алманың арасында 6 метр. Ол бізде бір ара қашықтық деп алайық. Одан кейін, егер бақта біз 3 алманың арасын қарастыратын болсақ, онда олардың арасында бізде екі ара қашықтық болады. Мұнда бір 6 метр, мұнда бір 6 метр. Келесі, егер 4 ағашты қарастырайық, бізде 1, 2, 3 ара қашықтық болады. Келесі 5 алма болса 4 ара қашықтық болады. Енді қарайық. 2 ағаш 1 ара қашықтық, 3 ағаш 2 ара қашықтық, 4 ағаш 3 ара қашықтық. Олай болса, 15 ағаш болса, бізде 14 ара қашықтық болады деген сөз. Енді бізге айтып тұр, бірінші және соңғы орналасқан екі ағаштың ара қашықтығы неше дейді. Біз не істейміз сонда? 15-тен 1-ді азайтамыз, себебі 14 шығу керек. Одан кейін біз оның әрқайсысын 6 метрден ара қашықтығы 6-ға көбейтеміз, сонда 14-ті 6-ға көбейтеміз, 84 метр. Енді бұл бізде бірінші сұрақ. Екінші сұрақ айтады, 12-ші және 7-ші алма ағаштарының арасы неше метр? Олай болса, біз не істейміз? 12-ден 7-ні азайтамыз. Бұл енді азайтылып тұр, бір бұл жерде азайтылып тұр. Сондықтан бұл жерде келесінде 1-ді азайтпаймыз. 1-ден не істейміз? 6-ға көбейтеміз. 5 көбейтілген 6 30 метр екен. 160-шы. Квадраттың периметрі тік төртбұрыштың периметріне тең. Квадраттың ауданы 81 см квадрат. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 2 есе ұзын. Тік төртбұрыштың ауданын табыңдар дейді. Бізге айтады, квадраттың периметрі тең тік төртбұрыштың периметріне дейді. Одан кейін квадраттың ауданы берілген 81 см квадрат. Кейін тіктөртбұрыштың ұзындығы А болсын. Енінен 2 есе ұзын. Ені Б болса, 2 Б-ға тең деген сөз. Тіктөртбұрыштың ауданын табыңдар. Енді қарайық. Бізде квадраттың ауданы берілген 81 см квадрат. Бізде квадраттың қабырғасын тауып алсақ болады осы жерде. Квадраттың қабырғасы с болсын, мысалы үшін, формуласы s тең с квадрат, немесе с көбейтілген с. Ол бізде 81 см квадрат дейді. Осы жерде с нешеге тең болады? Яғни 2 бірдей санды өз-өзіне көбейтсек 81. Ол қай сан? 9, Сонда с тең 9 сантиметрге тең екен. Енді біз мына жерге бірінші өрнекке қарайық. Периметрі квадраттың тең периметрі тіктөртбұрыштың. Оларды жазайық, Периметрі квадраттікі 4с, ал тіктөртбұрыштікі 2а қосылған б-ға тең. Енді осы жердегі с-ның орнына 9-ды қоямыз. 4 көбейтілген 9 тең 2а қосылған б. Мына жерге 4-ге 9-ды қоссақ, мына екеуісін орнына ауыстырып жазайық. 2а қосылған б 36. А қосылған б 36-ны 2-ге бөлсек 18. Енді а қосылған б-ны қалай табамыз? Біз басында айттық, ұзындығы енінің 2 есесіне тең деп. Олай болса, а-ның орнына 2b-ны қойайық. 2b қосылған б тең 18. 3b тең 18. б тең 6-ға тең. 6 сантиметр. Егер ені 6 болса, ұзындығы одан 2 есе ұзын. Сонда
А тең 6 көбейтілген 2 12 сантиметрге тең. Енді ары қарай біз ауданын тапсақ болады, С тіктөртбұрыштың ауданы А көбейтілген Б-ға тең. Яғни 6-ны 12-ге көбейткен тең 72 сантиметр квадрат. Сонда жауабы тіктөртбұрыштың ауданы 72 сантиметр квадрат екен. 161 өрнекті ықшамдап мәнін табыңдар. Бізге өрнек берілген және мұндағы x қосылған y тең 3 дейді. Енді осы өрнекті ықшамдайық. Бізге жақша берілген, сол жақшаның ішін ашайық, Яғни 6-ны 3x-қа көбейтеміз. 18x қосамыз, 6-ны 5-ке көбейтеміз. 30y қосамыз 7x, азайтамыз 5y-ді. Енді x-тарды жинақтайық. 18x қосылған 7x. Бізде болады 25x. Ары қарай 30y азайтылған 5y. Бізде қосылған 25y болады, Енді ортақ көбейткіш 25, оң жақшаны сыртына шығарайық. Сонда x қосылған y болады. Ал бізде x қосылған y 3-ке тең. Сонда 25 көбейтілген 3 тең 75 екен. Екіншісі, мына жерде дәл сол сияқты А қосылған Б тең 7-ге тең дейді, Жақшаның ішін ашайық. 3-ті 28-ге көбейтеміз. 84 А қосамыз 3Б. Азайтылған 73 А қосылған 8Б. 84-тен 73-ті азайтамыз. 11 А болады. 3Б-ға 8Б-ны қосамыз. 11Б. Мына жерде жақшаның сыртына ортақ көбейткішті шығарамыз. А қосылған Б. Енді 11-ді А қосылған Б 7-ге тең, соны орнына қоямыз, 77. Үшіншісі, өрнек берілген, мұндағы М қосылған N тең 4. 3М қосылған 35N қосылған жақшаны ашайық. 8 3-ім 24М азайтылған 8N тең болады. М-дарды жинасақ 27М қосылған 35-тен 8-ді азайтсақ 27N тең 27-ні жақшаның сыртына шығарамыз. М қосылған N 27 көбейтілген 4. Ол бізде 108. 162. Үй жанындағы ұзындығы 7 метр, ені 3 метр гүл егілген жерге жауған жаңбыр суының көлемін есептеу үшін тікше, бер жақтары тік шелек қойылды. Жаңбыр жауып болған соң, шелектегі судың деңгейі 8 см болды. Үй жанындағы гүл егілген жерге неше литр жаңбыр суы жауды? Берілгенін жазайық. Ұзындығы 7 метр, ені 3 метр. Және мына жақта 8 сантиметр берілген, яғни шелек болса, осы шелекке 8 сантиметр су жауған. 8 сантиметр. Ол бізде биіктігі болады. С тең 8 сантиметр. Бізге табу керек жаңбырдың жауған көлемін. Енді не істейміз? Мына жердегі метрлерді сантиметрге айналдырып алайық. 700 метр ол бізде 700 сантиметрге тең. 3 метр ол 300 сантиметрге тең. Енді осы гүл егілген жердің несін табамыз? Көлемін табамыз. А көбейтілген Б көбейтілген С. Сонда 700 көбейтілген 300 көбейтілген 8. Бұл бізде 1 680 мыңға тең. Сантиметр куб. Енді бізге 1 литр неше сантиметр куб екенін жазуымыз керек. 1 литр біз білеміз, ол 1000 сантиметр кубқа тең. Енді мына жерде көлемін табу үшін литр есебімен, 1 680 мыңды бөлеміз
1000-ға. Сонда бізде литр шығады. Ол 1680 литр екен. Немді жазылып тұр, Б жауабы 1680 литр екен. Енді 163-ші есеп. 2 ұста 2 күнде 2 сақина дайындады. 6 ұста 6 күнде неше сақина дайындайды дейді. Жазайық. Бізде 2 ұста 2 күнде 2 сақина дайындайды. Сонда 2 ұста 1 күнде неше сақина дайындайды? Біз не істейміз? 2 күнді 2 ұстаға бөлеміз. 2 бөлінген 2 тең 1 сақина дайындайды екен. Енді біз 6 күнде нешесін дайындайды екен табайық. 2 ұста 6 күнде неше сақина дайындайды? Егер 1 күнде 1 сақина дайындаса, 6 күнде 6 сақина дайындайды. Енді біз білеміз, 2 ұста 6 күнде 6 сақина дайындаса, онда 1 ұста 6 күнде 1 ұста 6 күнде неше сақина дайындайтын тауып алайық. Ол үшін не істейміз? 6-ны 2-ге бөлеміз. Сонда 3 сақина. Әр қайсысы 3 сақинадан дайындайды екен 6 күнде. Енді осы жерде біз 6 ұстаны тауып алайық. 6 ұста 6 күнде неше сақина дайындайды? 1 ұста 6 күнде 3 сақина дайындаса, 6 ұста не істейді? 6 күнде 3-ке көбейтеміз, 18 сақина дайындайды екен. 164. Әр қайсысының бетінің ауданы 54 см квадратқа тең кубтардан тік бұрышты параллелепипед құрастырылды. Оның ұзындығы 7 куб, енінде 6 куб, биіктігінде 4 куб бар. Құрастырылған тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табыңдар. Бізге куб берілген және кубтың толық ауданы 54 см квадрат дейді. Яғни бір бетінің ауданы тауып аламыз. Бізде 6 бетінің ауданы. Енді бізге айтады, параллелепипед құрастырылған, соның ұзындығында 7 куб, енінде 6 куб, ал ұзындығы биіктігінде 4 куб бар дейді. Енді параллелепипедтің көлемін табу керек. Біз бірінші бір кубтың қабырғасы нешесі оны табамыз. Олай болса, 54-ті бөлеміз 6-ға, себебі кубта 6 беті бар. Сонда бізде болады 9 см квадрат. Бұл бізде кубтың ауданы 9 см квадрат. Ал куб бізде d болсын, d квадрат формуласы, немесе d көбейтілген d. Егер 2d көбейтіліп ол 9-ға тең болса, осы жерде 1d нешеге тең болады? 3 сантиметрге тең болады. Яғни кубтың бір қабырғасы, бір қыры 3 сантиметрге тең екен. Енді қарайық. Егер бір қабырғасында 7 куб болса, онда 7-ні 3-ке көбейтеміз. 7 куб 3 сантиметрден орналасса, бізде 21 сантиметр квадрат екен, ұзындығы. Ал ені 6 куб болса, 6-ны 3-ке көбейтеміз, 18 сантиметр квадрат емес, сантиметр. Келесі биіктігінде 4 куб олай болса, 4-ті 3-ке көбейтеміз, 12 сантиметр. Бұл бізде тік төртбұрыштың қабырғаларын тауып алдық. Енді биіктігін көлемін табу үшін үшеуінде көбейтеміз. 21 көбейтілген 18 көбейтілген 12. Бізде шығады 4536 сантиметр куб. Жауабы, сонда параллелепипедтің көлемі 4536 сантиметр кубқа тең екен. 165.
Ернет ағаштан ұзындығы 21 см, ені 15 см, биіктігі 9 см тік бұрышты параллелепипед жасады. Параллелепипедті қыры 3 см кубтарға бөлді. Бөлінген барлық кубтарды бірінен кейін бірін қойып тізбек жасады. Осы тізбектің ұзындығын табыңдар дейді. Ұзындығы 21 см, ені 15 см, биіктігі 9 см. Және куб берілген, кубтың бір қыры 3 см дейді. Енді қарайық. Бізге ең алдымен неше куб шығатынын табу үшін параллелепипедтің көлемін тауып алайық. 21 көбейтілген 15 көбейтілген 9. Ол бізде 2835 см куб. Енді параллелепипед. Енді кубтың көлемін тауып алайық. Кубтың барлық қабырғалары бір-біріне тең, барлық қырлар. Олай болса 3 көбейтілген 3 көбейтілген 3 27 см куб. Енді бізде параллелепипедтің ішінде неше куб бар екенін табу үшін параллелепипедтің көлемін кубтың көлеміне бөлеміз. 2835-ті бөлеміз 27-ге. Бізге шығады 105 куб. Осы кубтарды бірінен кейін бірін орналастырғанда ұзындығы неше болады, соны табу керек. Бізде 105 куб бар, және әрбір кубтың ұзындығы бізде неше? 3 см. Олай болса 105-ті 3-ке көбейтеміз. 315 см. Метрмен жазып көрейік. Ол бізде 3 метр 15 сантиметрге тең екен. 166. Суретте бірінші, екінші, үшінші және төртінші квадраттар кескінделген. Бірінші квадраттың периметрі 20 см, екінші квадраттың периметрі 12 см, үшінші квадраттың периметрін табыңдар, төртінші квадраттың ауданын табыңдар дейді. Біз жазайық. Бізге берілген P1 деп қойық. Бұл бірінші квадраттың периметрі 20 см. Бізге P2 деп қойық. Екінші квадраттың периметрі 12 см. Бізге үшінші квадраттың периметрін табыңдар және төртінші квадраттың ауданын табыңдар дейді. Біз P1-ді қолданып, бірінші квадраттың қабырғасын тауып алайық. Бізде P1 тең 4А деп жазайық, тең 20 см. Осы жерде А тең 20-ны 4-ке бөлеміз, 5 см екен. Яғни мынау квадраттың қабырғасы 5 см. Енді P2-ні қолданып, екінші квадраттың қабырғасын тауып алайық. 2В тең 12. Осы жерде В тең 3-ке тең екен. 12-ні 4-ке бөлсек. Сонда енді екінші квадраттың қабырғасы 3 см. Осы жерден біз үшінші квадраттың қабырғасын табамыз, себебі мына жерде бірінші квадрат пен екінші квадраттың қабырғаларының қосындысы бізде үшінші квадраттың қабырғасын табуға болады. Оны С деп қойық. Үшінші квадраттың қабырғасы, сонда мынау 5, мынау 3 болса, 5 қосылған 3 тең 8 см екен. Енді біз осыдан үшінші квадраттың периметрін тауып аламыз. 4 көбейтілген 8, 32 сантиметр. Енді қарайық. Бізде мына жерде төртінші квадраттың қабырғасы үшінші және екінші квадраттардың қабырғасына қоссақ тең болады. Мынау 8 сантиметр, мынау бізде 3 сантиметр. Сонда оларды қоссақ, осы квадраттың төртінші квадраттың қабырғасын тауып алайық. Ол бізде D болсын. D 8 сантиметр қосылған 3 сантиметр, 11 сантиметрге тең. Енді соның ауданын тапсақ, бізде ол D квадратқа тең. Олай болса 11-дің квадраты, 11-ді 11-ге көбейтеміз, 121 сантиметр квадратқа тең. Сонда жауабы P3-ті табу керек болды. Біз таптық, 32 сантиметр шықты. S4-ті табу керек болды, таптық, 121 сантиметр квадрат.